Денеңді тік ұста, бірге түсіресің, бірге көтересің. Давай. Көтеріл. Денең бірге көтерсінші. Бірге көтеріл. Басыңа емес, басыңа етіп қалды. Не жақта тұру керек, көкіректе. Міне көкірек, міне өшеде, көкірекке бару керек. Давай. Яқа. Істе. Көтеріл. Мешок, тұрлай. Сама. Қарақшы. До такой степени не деген нежен қаласында да. Дәл сендердің қатарындағы балалар, ана Өзбекстанда. Олар да сендер сияқты спортпен айналысады. Кто-то для себя, кто-то профессионально. Им без разницы, для себя, профессионально. Олар көзі жанып тұрсалар. Темір десен бар ғой, сен қаншадасың? 12. Ол 12 жастағы балаға темір емес жаңа өзбектің баласы. Ол темірді бар. Қолмен машырып тастайды ол. Сендер отжимание жасамай тұрсыңдар ғой. Отжиманиялар былай сендер. Міне. Элементарно простой отжимание істейін ба енді? Міне. Осы. Видите, в чем разница? Кеше өзбектер 5 алтын жайлады. Историяда болмаған 5 алтын. 7 салмақтың ішінде 5 алтын. 5 алтынның ішінде 2 салмақтағы жігітті 51 килограмм, үлкен салмақтағы 91 плюстағы ауыр салмақты екеуін 51 мен ауыр салмақты двухкратный олимпийский чемпион болды. Вот. Результат. Олар тағат едет да. Я еще раз подчеркну, ребята, они рвут, работают, тренируются для себя, профессионально, без разницы. Сендер отжимание істемей тұрсыңдар ғой. Сендер біреуіне 12-ден ауырады. Анау сен 15-дейсің, сен 16-тасың. Сендерде қан деген, бұрқырап, күш қуат деген толып тұр ғой. Жылу керексіздер ғой сендер. Видите? Элементарно, будаққа қой, отжимание істеген. Но істемайды, көтерілемайды. Тұтына түсіп қойып отыр. Міне ғой, правильно отжимание. Мен шекеге қой деп отқан жоқ, будақ. Міне. Дене тіген, міне. Мен жасым 37-те, я как делаю? Я до сих пор делаю. Дай Аллах мне здоровья, иншаллах. До 100 лет буду делать. Не для кого-то, а для себя. Не для Олимпиады, а для себя. Өзім үшін, өзім денсаулығым үшін. Я никогда никого не обманываю. И не буду обманывать. Ешкімді алдамаймын. Өзім үшін істеймін, бәрін. Менің тренерім жоқ, сен сияқты қақсап, сайрап, істе, бейт. Менде тренер де жоқ. Мен өзім істеймін, для себя. Еще раз подчеркну. Олимпиадаға емес, чемпионат Қазақстанға емес, для себя. Чтобы өзім мықты болу үшін. А сендер, как будто вы ради меня делаете. Как будто мен үшін бұл істеп, мені алдап отқанда, істеп отырсыңдар да, раз қарамай қалдың да өтірік істейсің. Ты кого обманываете? Меня что ли? Вот дураки. Сендер өз-өздеріңді алдап отырсыңдар. Каждое упражнение, каждый жаттығу, тренировка, которую вы делаете для себя, өздерің үшін. Не для кого-то. Сен олимпиадаға барма, өзің үшін жасай, өзің мықты болу керексің. Элементарно отжимание жасайын, элементарно отжимание, міне, былай, бас қой. Міне, былай ғой, міне, жақ тет, бас көтердің, жақ тет, и бас шығырдың, міне. А сен деді былай, тұтына, түсіп қойған бала сияқтысың, көті боқ бала сияқтысың. 6 жыл болды тренер болып отқанына. 6 жыл осы қайталап келатым. 6 жыл сендерге мияларына чұқып. Но ешқандай өзгеріс жоқ та. Көбісін сачкалайды десін. Я не говорю все. Многие сачкуют. И вот из-за этого, ребята, мы как сильная нация никогда не будем, если будем так продолжать.
Қазақстан ешқашан мықты болмайды. Запомните. А ертеңгі еліміздің болашағы сендерсіңдер. А өзбеки вчера на Олимпиаде всех порвали, они и дальше будут рвать. Потому что өзбектер доказывают, олар пахы да, 12-де бол, 10-да бол, 15-де бол. Им без разницы өзбектің бар. Олар по жизни еңбекқор олар. Олар рвать етеді олар. Түсімен асфальтты жұтады олар. Өзбектің балалары. Бір өзбектің баласын алып көрейін, 12 жасар, 13 жасар. Шашады бәрі. Бокс па, боксынан шашады. Отжимание, тренировка, функциональная. Любой нагрузку видишь, өзбектің баласы шашады. И каждый второй өзбектің баласы сондай. И сондай балалардың арқасында ертең Өзбекстан не то что Азияда, не то что Европада, әлемде ең мықты, ең күш қуатты, абыройлы мемлекеттердің бірі болады. Вот сол үшін балалар не проигрывай что ли? В спорте, в жизни, на Олимпиаде. Надо пахать. Не для кого-то, а для себя. Өзің үшін. Когда ты сам өніп, абыройлы отқан кезде, благодаря насчет тебя, когда ты произносишься, өзің абыройыңды көтеріп отқан кезде, балалар, сенің арқаңда ел мықты болады. Елің абыройын шығарасың. Вот сондай ұғыммен, сондай понятиемен өмір сүру керек та, балалар. Менікі дұрыс па, дұрыс па? Сондықтан мықты болыңдар. Айтқан тапсырманы дұрыс жасаңдар. Құдай қаласа үміттемін. Всегда үмітпен өмір сүріп алады. Біздің қазақтың балалары мықты болған, и дальше мықты боламыз. А мықты болу, рухты болу, мінезді болу, ол бізге байланысты. Түсінді ма? Еще раз айтамын. Мықты болу, өмір болсын, өмірлік жол болсын, спортта болсын, қай жерде болсын, мықты болу, ол бізге байланысты. Ал мықтыны жасайтын кім? Өзіміз. Өзіміз ба? Вот сол үшін жасау керек жігіттер. Любой жерде, көшеде, далада, еще раз, спортта, олимпиадада, былай жүру үшін достойно быть победителем в жизни. Чтобы по жизни вам руку поднимали. Надо работать над собой. В хорошем понимании. Пахать это. Түсінді ма? Қазір мынаны қоямызда, будаққа шекеге емес, мол сияқты емес. Будаққа мы, түсіндір ма? И отжимаемся 10 раз. Будақ это не 100 раз же. Вот!